Атадан қалған асыл сөз. Жиренше шешен. Қарашаш сұлу жиренше үйде жоқта ауырып қаза болыпты. Әз Жәнібек хан жиреншеге біз естірте алмаспыз, өзіне өзі естіртсін. Еш қайсың сездіріп қоймаңдар деп, уәзірлермен сөз байлап қояды. Бір күні жиренше елге қайта оралып, ханның үйіне түсіп сәлемдесіп отырады. Сонда хан жиреншеге: «Ау, шешенім, әкесі өлген қандай болады?» депті. Жиренше шешен отырып: «Әкесі өлген асқар тауы құлағанмен бірдей болады» дейді. Шешесі өлген қандай болады? Ағар бұлағы суалғанмен бірдей болады. Ал ағасы өлген қалай болады? Оң қанаты қайырылғанмен бірдей болады. Інісі өлген қандай болады? Сол қанаты қайырылғанмен бірдей болады. Апа қарындас өлген қалай болады? Ұзын өрісі қысқарғанмен бірдей болады. Ал қатын өлген қандай болады? «Беу дүние-ай, менің қарашашым өлген екен ғой» депті сонда жиренше. Ол күйініп қамшысын таянғанда, қамшының сабы ортасынан шарт сынып кетіпті. Қатын өлді, қамшының сабы сынды деген сөз содан қалыпты. Қарашаш сұлу жиренше орта жасқа келгенде қаза болған екен. Жиреншенің бұрынғы жас күн емес, қыз қарастыруға ыңғайы келмей, бірер жыл жүреді. Бір күні Әз Жәнібек хан жиреншеге: «Уа шешенім, сенің үйленбей жүргенің жарамайды. Пәленшенің қатыны ерінің тірісінде жақсы әйелдің бірі еді, соны сен ал» дейді. Жиренше: «Сіз ұйғарған болсаңыз жарайды» деп сол әйелді алады. Арада біраз уақыт өткенде хан: «Шешен, мына әйелің бұрынғылардай болатын ба қалай?» дейді. Сонда жиренше: «Күндіз екеуміз, түнде төртеуміз» дейді. Хан тұрып: «Түнде төртеуің қалай?» дегенде, жиренше шешен былай депті: «Ері есіне түседі, теріс қарап жатады, оны менен ол екеу. Қарашашты ойлаймын, мен де теріс қараймын, оны менен мен екеу. Оймен тауып жолдасты, боламыз түнде біз төртеу. Таң атқан соң оянып, тұра келген тағы екеу. Қыздай алмай қатын болмас, есік көрген мақұл болмас. Қанша жақсы көрем десе де, бұрынғыдан жақын болмас. Бай өлген қатындалу, ойлағанда ақыл болмас» депті.